Баршаларыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге M&M's печеньесінің рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай әрі дәмді болып шығатын печенье. Соңына дейін көріңіздер. Ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып алып, үстінен қантымызды қосып, бір араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы жібіген майды қосамыз. Енді ұнымыздың үстінен қопсытқышты салып, жартылай салып араластырып аламыз. Қалған ұнымызға какаомызды қосып, қамырымызды илейміз. Мінекей жұмсақ, қолға жабыспайтындай етіп қамыр илеп алдық. Енді противенге салып, домалақтап, печеньенің формасын жасаймыз. Ендігі кезекте M&M'старды бетіне салып әсемдейміз. Мендегі осы рецептте 2 пачка кішкентай M&M's кетті. 180 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минутта піседі. Мінекей печеньеміз осылай пісті, әдем болып шығады. Жұмсақ әрі дәмді болады. Жасап көріңіздер, жасауға кеңес беремін. Соңына дейін видеомды көргендеріңізге рахмет. Видеом ұнап жатса, лайк басып, подписаться етіп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.